Саламатсыздар ма апайлар мен студенттер. Бүгінгі біздің барлығымыздың зумға жиналуымыз ол біздің арнайы жобамыздың мәселесі болып табылады. Ол ұлттық бірлік, бейбітшілік және ұлттық келісім болып табылады. Осы мәселеде тоқтала кететін болсақ, өзіміздің идеямызда жоспар бойынша ең бірінші кіріспе, ол кейін ұлтаралық келісім, үшінші біздің қоғамдағы ұлттық бірлік, үшіншісі бейбітшілік және келісім болып табылады, және соңғы сатысы ол қорытынды болады. Кіріспеге келетін болсақ, мен сөзімді Арайға бергім келіп тұр. Сәлеметсіздер ме? Жалпы Қазақстанда 130-дан астам ұлт өкілдері тұрады. Бұл барлығымызға мәлім, және де осыншама ұлт өкілдерінің бірлестігінің артында татулықтың мықты болуы тұрғаны айқын. Сол сияқты Қазақстан зайырлы мемлекет. Адамның түрін, я болмысын, жынысын және дінін кемсітуге болмайтыны жөнінде ата заңымызда жазылған. Жалпы Қазақстанның көздеп отырған мақсаты ол ел татулығын арттыру, бейбітшілікті сақтау. Жалпы осыған байланысты түрлі стратегиялар құрылып, іс-шаралар атқарылу үстінде. Жалпы Қазақстанның бейбітшілігінің ұлт мүддесін сақтауда елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев пен президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың атқарып жатқан еңбектері де орасан зор. Жалпы осы қорғайтын тақырыбымызда елге қосар деген өзіміздің ойымыз, ұсынысымыз бар еді. Сол сияқты оны алдағы уақытта біле жатарсыздар. Келесі Нұрсұлтан жалғастырса. Саламатсыздар ма? Мен жалғастырып кетейін. Елдің тұғырлы болуының басты жетекші күші бұл ұлттық бірлік болып табылады. Ұлттық бірлікке келетін болса, оның ішінде тыныштық, ынтымақтың билеуі үшін бәрінен бұрын елдің бүтіндігі қамтамасыз етілуі мен құрайтын адамдар мен ұлттар топтар арасындағы түсіністіктер мен елдің арақатынасындағы тіпті тілектестігі болып табылады. Елді қалыптастыратын факторлы элементтердің ішінде оларға отан, бірлік, байрақ, бірлік, татулықтар жатады. Тарихқа көз жүргізетін болсақ, көптеген мемлекеттердің күштері емес, оның ішіндегі ішкі ауыздықтар мен сатқындықтардың дұшпандықтардың тарапынан тараған болып табылады. Қазіргі заманда мұның мысалдары өте көп болып табылады. Ұлттың жоспары, ұлттың мақсаты болмаған елдер көптеген саяси жарақаттарға тап болып отырады. Ұлт және рухани құндылықтарымыздың бірі бұл бірлік пен ұлттық мақсаттарымыздың елдің тұтастығын нығайтушы күш болып табылады. Ұлттық мақсатта үш кезеңге бөлінеді, олар орта, ұзақ, қысқа болып табылады. Бұл орайда елбасымыз атқарып кеткен үлесі зор болып табылады. Соның ішіндегі индустриалдық, инновациялық даму жоспары, ұлт жоспары, Қазақстан 2050 секілді жоспарлары өз жемісін беруде. Бұл ұлттық бірлік пен ұлттық мақсаттарды уағыздауға және іске асыруға тек саясаткерлер емес, зиялы қауым мен ғалымдар, қоғам қайраткерлері бір ауыздан атсалысу керек болып табылады. Келесі Нұрдәулет жалғастырады. Осы келесі мен айта кететін нәрсе, ол біздің ұсынысымыз бойынша біз 5-ші, 6-ші, 7-ші сынып оқушыларына ұлт достастығы деген сабақ енгізгіміз келіп отыр. Ол сабақ бойынша ең басты артықшылықтардың бірі, ол біріншіден мұғалім өзге ұлт өкілі болады. Осы арқылы ол өзге ұлт өкілі өзінің ұлтынан айырмашылығы жоқтығын бірінші сатыда түсінеді. Ал екінші сатысы ол өзге ұлттардың менталитетін, олардың дәстүрін, олардың діндерін түсіндіру арқылы, оқушыға түсіндіру арқылы олардың өзге ұлтқа деген қызығушылығын, одан ары құрметін арттырады. Осы құрмет арқылы олардың араларында бір сезім пайда болады. Яғни ол сезім ол достастық деп аталады. Осы достық арқылы халық арасындағы бірлік, көптеген мәселелер шешіледі. Осы мәселелерді шешу арқылы қазіргі таңдағы біздің ең басты идеяларымыз бірі мәңгілік елдің ішіндегі 7 құндылықтардың біреуі ұлт бірлігі болып саналады. Осы сабақ арқылы сол мәселені шешуге болады деген ойдамыз. Қорытындылай келе айтқанда, ұлт бірлігі ол еліміздің болашағындағы маңызды
қадамдардың бірі болып саналады. Себебі ұлт арасында бірлік болмай, тірлік болмайды дейді. Сол арқылы, осы мақала арқылы түсінуге де болады. Көптеген жұмыстар бірлік арқылы ғана шешіліп, бірлік арқылы көптеген мақсаттарға жетуге болады. Осы біздің идеямыз туралы өздеріңіздің ойларыңызды айтып кетсеңіздер. Кімде ойларыңызды айтып кетсеңіздер. Мен айтып кетсем бола ма? Қойып болады. Ұсынып жатқан ұсыныс нелеріңіз, тақырыптарыңыз өте былайша айтқанда қазіргі кезге өте керекті, өте тақырып, өте керекті ұсыныс. Біздер қазақ халқы өзіміз қонақжай елміз ғой. Сол қонақжайлықтың арқасында осы уақытқа дейін біздер көп ұлтты болып тұрып келе жатырмыз. Көп ұлтты болып тұра береміз де идеяттың, яғни қолдауға тұрарлық. Рахмет. Мен айтып кетсем бола ма? Айтып кетіңіз онда сіз. Құрметті студенттер, бұл көтерілген мәселелер өте жақсы көтерілген. Қазіргі қоғамда өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Осы жаңағы ұлт бірлік мәңгілік ел бағдарламасында ерекше құндылықтардың бірі болып саналады. Еліміздің болашағында бұл ұлт бірлігі, ұлт достастығы деген маңызды рөл атқарады. Осы сабақ өте жақсы жаңағы таңдалған, өте жақсы көтерілген, өте жақсы идея деп ойлаймын, және мектеп қабырғасына қосу керек деп те ойлаймын. Тыңдағандарыңызға рахмет. Енді өз ойымды айтып жіберейін. Жалпы сіздердің маған презентацияларыңыз, жаңағы идеяларыңыз өте қатты ұнады. Өйткені расымен де қазіргі таңда өте өзекті проблемалардың бірі болып есептеледі. Өзіміз де өмірде көп жатамыз, көптеген кішкентай балалар болсын, жасөспірімдер болсын, өзара жаңағы өзге ұлт өкілдерімен келіспеушілік пайда болып жатады, яғни оларды кемсіту тұрғысында көп жатамыз да. Осындай сияқты проблемаларды шешу үшін мектеп сыныптарға осындай пәнді ұсыну өте дұрыс деп есептеймін. Және де керек деп ойлаймын өз басым. Рахмет. Тағы да басқа ойлар бар ма? Егер де өз ойларыңыз болса, айтса кетсеңіздер. Егер идея болмаса, осы зумға өздеріңіздің алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге рахмет. Барлық сіздердің идеяларыңыз, өз ойларыңызды құнды деп есептейміз. Алдағы уақытта осы сабақты енгізуге тырысып, осы идеяны ары қарай дамытуға тырысамыз. Алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге рахмет. 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 Сау болыңыз.